Кітапхана руханият ордасы, парасат үйі, елдің мәдениеті мен әдебиетінің ошағы. Ауылым алтын бесігім. Кітапханамыз 1000 халқы бар. Көптағай ауылдық мәдениет үйінің жоғарғы қабатында орналасқан. Кітапхана тарихы 1960 жылы құрылып, 2019 жылдан бастап жаңа заман талабына сай коворкинг орталығына айналып қызмет көрсетуде. Жаңару заманы қоғамымызға ірі өзгерістермен бірге ұлттық санамызды, ұлттық қадір қасиетімізді, табиғи даралық белгілерімізді жандандыруға жол ашты. Бүгінде кітапханамызда 900-ден астам оқырманымыз бар болса, және кітап қорымызда 12168 кітабымыз бар. Бүгінгі таңда кітапханамыз қазынаға толы кітапты насихаттауда бірнеше жобалармен жұмыс атқаруда. Олар мейірім, арт кітап, Ақмаңдайлым жобалары. Мейірім жобасы аясында ерекше топтағы оқырмандар мен библиотерапия, ертегі терапия, саусақ живописі арқылы жұмыс жасалса, арт кітап жобасы аясында көлеңкелі театр арқылы балаларға және балабақша балаларына көптеген ертегі қойылымдары мен кішкентай оқырмандарымыздың қызығушылығын арттыру мақсатында жұмыс жасалса, Ақмаңдайлым жобасы аясында жасалған жұмыстарымыз бүгінгі қыз ертеңгі ана атты ұлағатты аналар клубы мен бойжеткен клубтарының қазақтың ұмыт қалған салт дәстүрін жаңғырту мақсатында қамшы қайтару дәстүрінен көрініс, оқырман туындысынан әжемнің ұршығы атты монолог оқылса. Қазір менің жасым 14-те, ол кезде 5-6 жасар бала едім. Мына ұршыққа қарап әжемді есіме аламын. Әжемнің ұршығы қызыл болатын. Әжем ұршығын ешкімге ұстатпайтын. Ұршықпен ойнамаңдар, ол сендерге шұлық тоқитын құрал дейтін. Мен әжемді осы ұршыққа қарап әр кезде сағынатын боламын. Көші түзеу кітапханамыздың мал шаруалдар мен қарт оқырмандарға сұраныстары бойынша мерзімді басылымдар мен әдеби кітаптарымызды апарып, көштің басын ілгерілетіп отырмыз. Ымырттағы кітапхана аясында бүгінгі жастар ертеңгі күннің ұландары атты дебертисмент ұйымдастырылса, Тұманбай Молдағалиевтің 90 жыл толуына орай Қайран менің жүрегім атты поэтикалық марафон. Ымырттағы кітапхана аясында қазақтың аса көрнекті жазушысы, Абай атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Мұхтар Мағауиннің 85 жылдығына орай тарихын тереңнен таныған атты тарихи еске алу кеші. Креативті кітапханашы жаңа бақыт жаңа көзқарас атты аудандық зерделі кеңестер өтіп тұрады. Қазір заман талабына сай ChatGPT, жасанды интеллект қолданбалары арқылы күніне 3 суретке дейін тегін фотоны гибли стилінде мультфильм кейіпкеріне айналдырып, сонымен қатар ChatGPT арқылы презентация, сценарий дайындалып, кітапханада өткізілетін шараларымызды оқырманға тартымды әрі қызықты көрсету мақсатында жұмыстар жүргізіліп тұрады. Осы шаралар Instagram, TikTok, Facebook әлеуметтік желілер арқылы қолжетімді қысқа видеолар, трендтегі әдебиеттер, мотивациялық кітаптар әлеуметтік желілерден жарияланып тұрады. Кітапхана мен үшін үнемі жаңару мен жаңғырудың рухани тұрғыда ең озық үлесі. Игілікті істер мен көпшіліктің назарын аударып, үлгілі ұрпақ тәрбиелеуге қосып жатқан үлесім жаңа биіктерге жетелейді. Мен Дүйсенова Жамнагүл, Көптөбе модулдық кітапханасының тұрақты оқырманымын. Отбасымызбен осы кітапханадан кітап алып оқимыз. Сіздерді осы кітап алып оқуға шақырамын.